отырамыз. Оқушылар, бүгін біздің сабағымыз қазақ әдебиеті сабағынан Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романын бірнеше сабақ болды бастағанымызға. Сол сабақты енді біз осы уақытқа дейін түсінігімізді айттық, оқыдық, мазмұнын жалғастырдық. Бүгінгі сабағымызда Міржақып Дулатовтың осы бірінші қадам арқылы қазына аралы арқылы өтетін боламыз. Осы қазына аралында бірнеше қадамдар бар. Сол қадамдардан өте отыра біз қандай қазынаға қол жеткіземіз, қандай қазына күтіп тұр екен, соған тоқталатын боламыз. Енді олай болса, бүгінгі сабағымызды біз Міржақып Дулатовтың осы «Бақытсыз жамал» романы туралы айтқан пікірмен танысып шығатын боламыз. «Бақытсыз жамал» романына арқау болған оқиғалар 20 ғасыр басында қазақтың кез келген шаңырағында өтуі мүмкін жайттар еді. Негізгі оқиға желісі басты кейіпкер Жамал тағдырымен сабақтас өрбиді. Шығарма оның туғанынан өлгеніне дейінгі аралықтағы негізгі белестерін қамтиды. Заман өзгерістері қазақ ауылына да жаңалық әкелді. Соның бірі балаларға хат таныту, кітап оқыту. Ерте өскен Жамал да сабақты ары қарайғы оқиға желісін өздерінің баяндап, шығармаға талдау жасаңыздар. Сабақтарына сәттілік. Ал оқушылар, біз бірінші қадамда Міржақып Дулатовтың «Бақытсыз жамал» романына берген сипаттамасымен таныстық. Жалпы бұл роман сендерге түсінікті, мазмұнын осы уақытқа дейін оқыдыңдар, таныстыңдар. Келесі біздегі екінші қадам, ол жерде бамбузыл ойыны арқылы жалғастырамыз. Әрқайсымыз екі топ арқылы бөлініп отырмыз ғой, топтық жұмыс болып саналады. Үй жұмысы ретінде берілген Міржақып Дулатовтың өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтар жазылған. Сол сұрақтарға қазір біз жауап беретін боламыз, және де жеңімпаз топты анықтайтын боламыз. Ойыны арқылы осы тапсырмада Міржақып Дулатовтың өмірі мен шығармашылығына байланысты сұрақтар берілген. Біз топ бойынша жарысамыз, осы жерден кез келген санды таңдай отыра, сол санда жасырынған сұрақтарға жауап беріп, ең үздік топты анықтайтын боламыз. Олай болса, бірінші топ ақылдасамыз, қай санды таңдаймыз? Қай сан? 7-ші сан, жақсы. 7-ші санды ашамыз, және де сол сұрақтардың жауабын іздеуге талпынамыз. «Бақытсыз жамал» романы қай жылы шыққан екен? Оқушылар жауап бар ма? 1930 жылы дейді. Жарайды, оны тексеретін боламыз. 1913 жылы шыққан екен, жауабыңыз қабылданбады. Ал екінші топ, ақылдасамыз, қай ұяшықты таңдаймыз? 13. 10 ма? 10-ші санды таңдаймыз. Азамат кітабы шыққан жыл? 1913. Өте жақсы, дұрыс жауап. Ал бірінші топ сан таңдап отырамыз. Бірінші сан. Бірінші сан. Міржақып Дулатов дүниеге келген жыл? 1885. Тексереміз. 85. Дұрыс. Ал екінші топ қай ұяшықты таңдаймыз? 11. 11-ші ұяшықты таңдаймыз. Шолпан кімнің екінші әйелі екен? Сәрсенбайдың. Дұрыс. Бап қосылды. Ал бірінші топ қай ұяшық? 13-ші ұяшық. Толық ақталып шыққан жыл. Міржақып Дулатовтың толық ақталып шыққан жылы 1988 жылы ақталып шықты екен. Тексереміз. Дұрыс. Ал екінші топ қай ұяшықты таңдаймыз? Топпен ақылдасып ма? Оны жоқ қой. Тексереміз. Жауабымыз әрине дұрыс. 2 жасында Міржақып Дулатов анасынан жетім қалыпты. Ал бірінші топтың ұяшық таңдаған саны 3-ші сан. Шерлі өлеңі қай жылы жарық көрді? Қажыған көңіл деген топпен жарық көрген атаумен, өте жақсы. Ал екінші топ 14.
армандап отырамын. Соңғы орынға барыңыз. Өкінішке орай, енді ойында бұл жерде балл алып тасталады екен, иә? Ал бірінші топ қай сан, қай ұяшық? 12. Ғалидің әкесі кім екен? Тексереміз. Ал кім екен? Дүйсебек. Екінші топ 4-ші сан. Ату жазасына кесілген жыл 1930 жылы. Дұрыс. Ал бірінші топ 9-ші сан. Таңдаймыз. 10 ұпай беріңіз дейді. 10-ші сан ұяшықты ашам. Оян қазақ. Дұрыс. Жауабымыз бірінші топ. 2-ші ұяшықты ашамыз. Ұпайларды ауыстырыңыз. Бірінші топ пен екінші топтың ұпайлары ауысып кетті. Ал екінші топтың таңдаған саны 15. Дүниеден озған жыл. Міржақып Дулатовтың дүниеден озған жылы 1897 жылы ғой. Дұрыс емес. 1935 жылы дүниеден озған. Ал бірінші топ 16-шы сан ұяшық. Қай қалада қазақ газетін шығарады? Бірінші топ Орынборда. Бұл жақта бірінші топымыз бар. Енді екінші топқа 6-шы сан қалыпты. Бірінші орынға барыңыз. Бізде екінші топ жеңімпаз болды. Құттықтап қойсақ болады. Ал оқушылар жақсы. Оқушы кезек-кезек сөйлесек те болады. Шығармадағы басты мәселе Жамалдың бақытсыздығы ма, әлде басқа да мәселелер көтерілген бе? Осы Міржақып Дулатовтың Бақытсыз Жамал романын оқи отыра, шығармадағы басты мәселе ол Жамалдың бақытсыздығы деп ойламаймын. Бұл жерде басқа да мәселелер көтерілген. Олардың тағдырын осы роман арқылы беріліп отыр деп түсіндіреміз. Ал екінші топ Жамал Сәрсенбайдың сағынып күткен президенті, алайда сүймеген адамға ұзатуының себебі неде? Бұл жерде мен ойлаймын, әрине Сәрсенбай бірінші әйелінен ешқандай да перзент сүймейді, бірақ екінші әйелі Шолпаннан осы Жамал дүниеге келеді. Бірақ ол өзінің сүймеген жігітіне ұзатуының себебі сол кездегі Байжан болады ғой. Байжан өте бай болады, қуатты болады, соның байлығына қызығып, әкесі ұзатты деп өз пікірлеріңді айтасыңдар. Жамал Сәрсенбайдың сағынып күткен перзенті, алайда сүймеген адамға ұзатуының себебі неде деген сұраққа жауап беретін болсақ, екінші сұрақ қоғамдық қысымға қатысты деп ойлаймын. Мысалы, сол кездегі салт-дәстүр бойынша қыздың өз еркімен таңдау жасай алмағаны, ата-анасының ақша үшін басқа өзінің қаламайтын адамға күйеуге берген. Өзінің қызының қалауынсыз басқа сүймеген еркекке ұзатуы, жарайды. Сосын тағы да ата-ана таңдауы ол дәстүр бойынша ата-анасының шешіміне қарсы шыға алмаған. Ата-анасының шешіміне келісіп, ата-анасына қарсы шыға алмады. Тағы да Төртіншісі әдеп пен абырой. Жалпы отбасының беделін сақтау үшін бұл неке күні мүмкін. Мысалы, отбасының абыройы, ақша үшін. Өзінің абыройын сақтап қалу үшін, тағы да Экономикалық мүдделері үшін осындай шешім қабылдануы мүмкін. Яғни отбасының өзінің сол аты ары қарай жаман болып кетпесін деп абыройын сақтап қалу үшін осындай шешімге келген екен. Ал жақсы, қабылдаймыз. Ал одан кейін бірінші топ. Басты мәселе Жамалдың өз қалауымен сүйгеніне қосыла алмауы, қалмау үшін тұрмысқа берілмек болу қоғамдағы әйелдердің еріксіздігін көрсетеді. Жақсы.
Тағы да. Негізсіз неке, қалың мал, дәстүрі және қоғамдағы әділетсіздік. Қоғамдағы әділетсіздікке байланысты Және тағы да. жамалдың оқыған Көз ашық ашық. болуы оны басқалардан ерекшеленуіне себеп болды. Тағы. Романдағы әйелдердің әділеті. Романдың осы жерде несі көрінді, қандай бейнесі көрінді, теңсіздігі. Жақсы, отырамыз оқушылар, яғни сендерге берілген постер бойынша екі топта біздің жалпы бүгінгі осы сабағымыздың тақырыбының өзі романға композициялық талдау жасау. Екінші қадам, бұл жерде жеке тапсырма, әрқайсымыз дәптерге жеке орындайтын боламыз. Дәптерге бүгінгі күнді жазамыз. Қаңтардың 28-і сынып жұмысы тақырып Міржақып Дулатовтың Бақытсыз жамал романын композициялық талдау жасау. Енді бұл жерде берілген роман бойынша композициялық талдауды білеміз. Біз әр сабақ сайын өлең өткен болсақ та шығарма, роман, әңгімеде композициялық талдауға жасап отырамыз. Біз жеке орындаймыз. Әрқайсымыз дәптерге романға композициялық талдау жасау. Бірінші, шығарманың басталуы қандай? Ал оқушылар 8-ші қадам, яғни шығарманың басталуы қандай оқиғамен басталды? Кім жауап берді? Орнымыздан тұрамыз. Сәрсенбайдың бір перзент риза болуы жамалдың дүниеге келуі. Иә, дұрыс айтасыңдар. Шығарма қалай басталды? Сәрсенбай бір перзентке зар болып, алғашқы алған әйелі бала босанбайды, екінші алған әйелі Шолпан дүниеге Жамалды алып келеді екен. Сәрсенбайдың бір перзентке зар болуы, Жамалдың дүниеге келуі дұрыс. Ал екінші, енді 9-шы қадам шығарманың дамуы. Ақнұр оқимыз шығарманың дамуы. Жамалдың балалық шағы алғаш білімі алуы, Сәрсенбайдың қаласыз. Жақсы. Енді бізде шығарма қалай дамыды? Шығарма мынандай оқиғалар арқылы дамыды. Ол жерде Жамалдың балалық шағы қалай өтеді? Бұл жердегі Жамалдың бейнесі басқа балалардан ерекше, алғыр, білімді, күшті қыз болып өсетті, және де басқа қарама-қарсы көрші тұрған ауылдарға да Жамалдың аты жақсы жағынан жетіп барады. Алғаш білім алуы, кімнен білім алады екен? Ғалидан білім алады, және Сәрсенбайдың болыстыққа таласуы. Ал Бибіжамал қандай оқиғамен байланысады? Сол Сәрсенбаймен Байжанның құда болуы, біздің жеке танысуы. Жақсы. Шығарманың байланысуы, Сәрсенбай мен Байжанның құда болуы, Жамал мен Ғалидің алғашқы таныстығы. Жақсы. Енді оқушылар, шығарма арқаның шиеленісуі, қалай шығарма шиеленісі мұған? Шығарма қандай оқиғамен шиеленісті? Екі жастың қаталасуы, бақыт жолында қашып кетуі және ел арасындағы қозғалған іс. Бұл жердегі Ғали мен Жамал екеуі елден қашып кетеді, екеуі бір-біріне өте жақын болып, бір-біріне ғашық болады екен. Ары қарай қандай оқиғамен шарықтайды екен? Қандай оқиға болды? Қандай оқиға болды? Қарақат. Қандай оқиғамен шарықтайды? Тексереміз. Шығарманың шарықтау шегі Ғалидің ауырып жан тапсыруы, Жамалдың Жұманға келуі. Яғни Ғали мен Жамал қашып кетеді ғой Ғалидің нағашысының үйіне. Сол кезде ол бір аптадан кейін қайтыс болады, және де Жамалдың Жұманға тұрмысқа шығуына тура келеді. Шешімі қандай қорытынды жасалды? Шығарма қалай аяқталды? Келесі 13-ші қадам шығарманың шешімі. Қандай қорытынды болды шығармада? Жамалдың Ғалиден көрген қорқы және Жамал өлген қашасымен. Иә, дұрыс айтасыңдар. Шығарманың соңы қалай аяқталды? Жұманнан келген, яғни Жұман деген Жамалға қорлық береді, оны қайта-қайта ұрып, оған тыныштық бермейді. Жамал сол кезде бұл жерде мен
жұманның таяғын жегенше одан да қой кетейін деп үйіне шығып кетеді. Боранды күнде адасып, ол қайтыс болады. Жақсы. Шығарманы көрдік, біз композициялық талдау жасадық. Осыны түгел бәріміз дәптерге жазып аламыз. Енді біздегі келесі 15-ші қадам жеке жұмыс. Әрқайсымыз смартфондарымызды алып, мынау квиз ойын ойнайтын боламыз. Осы жердегі берілген QR код арқылы кіріп, шығарманың композициялық талдауын сендер қаншалықты деңгейде түсініңдер. Соны біз қазір шыққаны бойынша өздерінің білімдеріңді тексеретін боламыз. Осы квиз ойыны арқылы бүгінгі сабақты қорытынды жасаймыз. Шығарманың шарттау шегіне сәйкес келетін қатар. Қай қатар сәйкес келеді? Қай жауап? Жауаптар түр оқиғалар біз қалдадық қой композициялық талдауға. Үшінші, Алидің ауыр жан тапсыруы Жамалдың Жұманға келіп, оның қайтысы. Дұрыс, түсінікті. Келесі. Сәрсенбай мен Байжанның құда болуы Жамал мен Ғалидың алғашқы таныстығы деген шығарманың қай бөлігіне келеді? Шығарманың дамуына. Жоқ, байланысына екен, осы жерде кішкене қателік жібердік. Шығарманың басталуы қандай оқиғамен басталды, оқушылар? Бір төртінші тұрға Сәрсенбайдың бір кезекте зар болуы дұрыс. Келесі, шығарманың шиеленісімен сәйкес келетін қатар. Қай қатар шиеленісімен сәйкес келеді? Қашып кетуі, яғни біздегі бұл жерде дұрыс. Келесі, Жұманнан көрген қорлық Жамалдың қашып кетіп боранда шешімі. Бұл жерде әрине шығарманың шешімі. Жарайсында шығарманың дамуы қандай оқиғамен дамыды? Дұрыс таптыңдар. Жарайсыңдар. Бүгінгі біздің оқу мақсатымыз композицияны тұтастан бөлшектен тұтасқа талдау болғандықтан біз бүгін шығармадан жалпыға талдадық. Сонымен қатар жасырын тұрған элементтерді де қоса айттық. Шығарманың екі бойында қуаныш та, қайғы да, сүйініш те, күйініш те бар. Әсіресе қалың малға сатылып, махаббаттың үшін құрбан болған жастар, сонымен қоса қаракөз қыздардың тағдыры жатыр. Сондықтан заман шындығын көрсеткен шығарманың қазақ әдебиетіндегі алатын орны ерекше екен. Қадам біздегі үйге тапсырма жазып аламыз. Жамал немесе Ғали кейпіне еніп монолог жазу. 18-ші қадам оқушылар бүгінгі сабақты қорытындылай келе, сабақты жасаған тапсырмаларымызды мына жерде сабақтың басында берілген болатын өзін-өзі бағалау аты жөніңізді жазып, бірінші тапсырмадан қанша балл, екінші, үшінші, төртінші тапсырмалар бойынша балыңызды әр тапсырманы орындаған сайын оқушылар қ әдісі арқылы құнды, қиын, қызық оқушылар бүгінгі сабаққа жақсы белсене қатысты. Бүгінгі сабаққа байланысты қанатты сөз сендерге мына жерде жазылған. Әділдік бар жерде татулық та бар, татулық бар жерде бақыт та бар, бақыт бар жерде керемет өмір бар. Оқушылар осы шығарманы оқи отыра өмірде әрқашан әділетті болыңдар, татулықта өмір сүріңдер, бақытты болыңдар және бақыт бар жерде керемет өмір бар. Қазына аралы арқылы сендерге әдемі бүгінгі сабағымыздан естелік қанатты сөздер және де осындай тәттілеріңізден ауыз тиіңдер. Сабаққа қатысқандарың үшін рахмет және де өзін-өзі бағалау парақтары бойынша әрқайсыларыңды бағалап күнделікке қоятын боламыз. Ал оқушылар, рахмет, сау болыңдар.